Келісе алмаймыз. Мен жанымдағы адамдар да солай айтып жатыр ғой. Біз дәл қазір жиналыста отырмыз. Аха. Сүймесеңіз, мен қазір бастығыма берейін. Алло. Біз ол бағаға келісе алмаймыз. Себебі ол бізге тиімсіз. Біз бағаны 10%-ға өсіруіміз керек. Жарайды. Ондай болса, біз бағаны 10%-ға көтереміз. Бірақ сіздер алманы өздеріңіз бізге жеткізесіздер. Келістік. Сіздер көлікті күтіңіздер. Мен көлік жіберем сіздерге. Жақсы. Так. Енді көлік іздеу керек. Қайдан тапсам екен, а? Кім екен таш? Ажар, сен хотя бы даусыңды өзгертпейсің бе? Тосын сый шықпай қал. Қайда кеттің? Көңіл күйің жоқ па? Мен сабынға бара жатқан едім. Сабын басқа үйге көшіп кеткен ба? Ол мына жақта тұршы еді ғой? Ол қазір алма бақта. Алма бақты сол жақта ғой? Ажар, не сен қатты сүйем. Сен солай тұра бересің ба? Сонымен не үшін көңіл күйің жоқ? Мен егер басқа бір жерге кетіп қалсам, не істер едім? Келгендіктен? Жоқ, ұзақ уақытқа. Әскерге ма? Жоқ, мысалы қалаға. Сен кетпеймін деп едің ғой? Қашан кетейін дедің? Жоқ, жай айтқаным ғой. Ондай болса, мен сені ешқашан кешірмейтін едім. Ондай болса, мен ешқайда кетпеймін. Ондай болса, мен кеттім. Қайда? Қалаға ма? Жоқ, үйге тамақ істеу керек. Дәулет! Жолдый! Не оқып? Сен атын Дәулет емес болсын? Иә, Дәулет қой мен атым. Иә, Дәулет. Қанша жинадыңдар? 100 килодай жинап тастағансың ғой? Аз, өте аз. Онда 200 килодай жинап тастағансың ғой? Түсінбедім, 100 ба, 200 ба? 100 килодай жинап тастағансың ғой? Аз. Ауылда балалар бар ма жұмыс істейтін? Бос жүрген? Бос жүрген балалар ауылда былай ғой, жетеді. Шақырса барлығын. Қанша шақыра аласың? 487 килодай шақыра аламын ғой. 7 адам ғой жалпы енді қосқанда. Давай, шақыр, бәрін шақыр, жұмыс істейік. Бәрін шақыр. Все, давай, жұмыс істейік. Бақыраш бәрін тартыңдаршы. Алло, сәлеметсіз бе? Здравствуйте. До свидания. Алло, сәлеметсіз бе? До свидания. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе тағы? Менің керемет ұсынысым бар еді. Сізге дәмді және экологиялық таза алма керек па? Иә, біздің компания сондай алма өсірумен айналысады. Өте дәмді алма, иә. Бір минут. Қайсың? Алло. Қайда жүрсің сен? Хабарласам. Сау болыңыз. Неғып жұмысқа кешігіп келесің?
Жоқ әлде қапаштаған массаж жасатып қойды ма? Менің қазір қалжыңдайтын түк көңілім жоқ. Аяғына массаж жасатып қойды ма? Сабын, бізге сөйлесу керек. Оңаша. Оңаша? Димашқа тұршы. Жүрші, өзіміз сөйлесіп қайтайық. Иә, өте дәмді. Аха. Бірден айтып қояйын, мен ешкімге массаж жасамаймын. Қойша массаж дей бермей. Не болды? Менде саған бір маңызды әңгіме бар. Қалай айтарын білмей отырмын. Айта бер, не алды? Қысқасы, қаладан әке-шешем хабарласып жатыр. Үйге қайт дейді. Қалай үйге? Қашан? Қайда? Кәдімгі үйге, қалаға. Сонда сен бізді лақтырып кетейін деп жатсың ба? Корпорациямыз банкрот бола ма? Мен яқтасыз жүрем ба сонда? Қайдағы корпорация? Бізде ИП ғой. Қайдағы яқтан айтып отырсың? Сенде велосипедте жоқ. Айбек, сен бізді дәл осындай жағдайда ешқайда қалдырып кете алмайсың. Мен не істеуім керек, айтшы? Не істеуім керек? Давай сені біз ұрлап кетейік. Мен саған қойма, мен ұрлап кететін. Онда біз сені ұрып, ауруханаға жатқызайық. Әке-шеше мені қаладағы ауруханаға жатқыза салады. Онда сен мені ұр, сен Тайсонды ұр, сөйтіп участковойға айтып, сені қамап тастаймыз. Сабын, қалжыңсыз сөйлесейікші, а? Мен Ажарға қалай айтатынын білмей отырмын. Ажар дейді ғой, мен ше сонда. Мен сенімен жүрмеймін ғой. Клиенттерге алманы тез арада жеткізу керек. Ал бізде көлік жоқ. Мен көлікті іздеп жатырмын. Ал сен бізді дәл осындай жағдайда лақтырып кетіп бара жатсың. Болды. Қысқасы, мен сені жұмыстан шығарам. Ойбай, сен мені жұмысқа алғанда жоқсың ғой. Онда бірінші алам, сосын бірден сені жұмыстан шығарам. Болды. Жұмды ма? Сабын не болды? Түрлі шампунь болып кеткен ғой? Айбек жұмыстан шығарып жібердім. Қалай? Енді клиенттермен орысша кім сөйлеседі? Білмеймін. Бізге көлік табу керек. Көлік табу керек. Қысқасы, сен мына жұмысты таста. Ана алманы қалаға апаратын көлік табу керек. Сен сонымен айналыс. Қайда? Маған ойлану керек. Сен жұмыс қиын екен. Дәулет, фу, ема. Жолтай. Ау, Басеке. Қанша жинадыңдар? 100 килодай ғой. Сендердің бастарың жұмыс жасай ма? Қасыңа балалар қосып алдың ғой? Бағана 1 сағат бұрын айттың ғой сен маған 100 килограмм деп. Джо, Басеке, сен соңына дейін тыңдасаңшы. 100 килодай қалды. Қазір 1 сағаттың айналасында бітіреміз ғой. Жарайды, 40 минутта бітіріп тастаңдар. Тайсон, 40 минутта бітірсек не болады? Қалған 20 минутта демаласыңдар. Давай, Джеги. 10 минутта бітірсек, 50 минут демаламыз соны. Ассалаумалейкум, капитан Сайлау. Сен ба? Не болды? Аға, менің сізге бір сұрағым бар еді. Бұл жерде сұрақ қоятын тек қана мені. Жарайды, айта берсін. Аға, мені қамап тастадым деп айта аласыз ба? Мені қамап тастадым, ал? Жоқ, аға, түсінбедіңіз. Менің ата-анама мен қамауда жатырмын деп айта аласыз ба? Айналайындар, мені ойыншық қылайын дедіңдер ме? Аға, мені Алматыға алып кетейін деп жатыр. Амаға не болса да ауылда қалу керек. Не істейміз, а? Айтшы, не үшін қамайын мен сен? Не үшін қамайын? Мен Қапаштан ақша ұрладым. Ол қайдан алып? Менен. Мен Тайсонды ұрдым. Ол мүмкін емес сен. Сабынды ұрдым. Сол керек оған. Аға, бірдеңе істейікші. Басымды ауыртпашы, айналайын, Айтпаса қамап тастайын. Туй.
Дима, Алло, саламатсыз ба? қоя салшы болып тұрып кән. Не, сені де жұмыстан шығару керек па не? Сен кімсің? Бәрін жұмыстан шығарадың? Мен осы компанияның бастығымын. Мына жай таза қағаз ғой. Бүгін таза. Бүгін таза, Ертең сабыр бастық деп жазылып тұрады. Несі бар? Қысқасы сабын мен көлік таба алмадым. Сен көрініп тұрып көлікті іздеп жатқаның. Жарайды. Сабын айтты, сабын шешті, сабын істейді. Сабын істейді. Телефон берші. Сабын істейді дейді. Алло, саламатсыздар ма? Біз ана біздің көліктердің бәрі басқа жаққа кетіп қапты да. Сіздердің өздеріңізде көлік жоқ па? Түсінікті. Біздің келісім бойынша сіз өзіңіз жеткізу керек болатынсыз. Егер алманы бүгін жеткізбесеңіз, біз сізбен жұмыс істемейміз. Түсінікті ма? Әрине, түсінікті. Өзіміз жеткіземіз. Сау болыңыз. Ет. Сен компанияның бастығымен қалай сөйлесіп тұрсың, Сабын, сен менің телефоныма ұсып жатсың ба? Аузың жапшы сен. Ажар, қалайсың? Жақсы. Сен Айбекті көрдің ба? Жоқ. Ал мен көрдім. Сіз үшін қуаныштымын. Ал мен сен үшін жоқ. Неге? Бітті, кетті Айбек. Қайда кетті Айбек? Қалаға кетті, енді оралмайды. Басқа жігіт іздесең болады даже. Мен сізге сенбеймін. Ол мүмкін емес. Ажар, Қапаш деген өмірінде 3 рет қана шындықты айтқан. Бұл 4-ші рет. Сау бол. Айбек, қалайсың? Ана киімдерді дайындап қойдым саған. Ауыр заттарды алып қалдым. Қандай заттар? Көп емес, сағат, ақшаны, тағы не. Қатты ауыр заттарды қалдыр қойыпсың. Рахмет. Не қуанбайсың? Кетіп бара жатсың. Несіне қуанам? Балалар ренжіп қалды. Ажарға айтамадым. Балдардың мәселесін өзің шешерсің. Бірақ ана екінші мәселені өзім шешіп қойдым. Қалай? Қалай? Ажарға айттым, сен кететіні. Қашан? Қайда? Не үшін айттың? Осы сұрақтар бір-бірден асықпай айтшы маған мен. Қапаш. Осылар неге менен кете береді, Ажар! Ажар, сен мені естіп тұрсың, мен білем. Кешірші мен. Мен саған айтайын дедім, бірақ уақыт таппадым. Бір 5 минут қашыршы, ең болмаса. Ажар. Саған не болған бүгін, Мен енді үйден іздейсің ба? Ағай, мен сізге келген жоқ, маған Ажар керек. Шақырасаңызшы. Ажар? Иә. Мен саған Ажар емес, қазір наряд шақырам мен саған. Той, ағай, біздің ауылда наряд жоқ қой. Неге жоқ? Ана екеуін көріп тұрсың ба? Иә. Солар менің внештатым нарядым. Аға, қойыңызшы, шақырасаңызшы Ажарды. Өтінем. Қоймадым. Екеуің бергеш бер. Өзің кел. Көрдің ба? Тіпті мені тыңдамай. Сені точно аямайды. Давай. Тұра беріңдер, жігіттер. Жақсы, брат, кетті мен. Сәлем айт бәріне. Кімге? Қалаға? Жарайды. Осы қоран тазалайтын адамнан да айырып алдық.
Күн болсаң әнімді күнге айтам, түн болсаң сен үшін түнді айтам. Сен салған жүректің жарасын кімге айтам, кімге айтам. Сен үшін шырғалған күйдімін, сенсіз мен жабырқау күйдімін. Таусылып барады тағатым, сен аңсап сүйгенім, сен аңсап сүйгенім. Қағазға қиялдап күн сыздым, келер ме біздерге мұңсыз күн. Сөзімді айта алмай алдыңда, тағы да үнсізбін, тағы да үнсізбін. Мен үшін жаралған күнсің бе, жоқ әлде қараңғы түнсің бе. Мен іздеп бір күні келерде, күтіп сен жүрсің бе, күтіп сен жүрсің бе. Кидала десе кидала. Қалай сонда біздің досымыз бола тұра, бізді таштап кете салады? Кидала деген не? Мүмкін себептері болған шығар қалаға кетуге. Аға, ауылдан шаршат деген себеп па? Осы мен неғып қалаға кете салмайым? Сенің қалада тұратын жерің жоқ қой. Аузың шапсың. Не болды? Достарың лақтырып кетті ма? Айттым сендерге, ол сенетін адам емес деп. Кімге айттың? Қашан? Ой, баяғыда. Бірақ ішімен айтқан екен ғой. Жамандамай қойыңдаршы. Шынымен де оның себептері болған шығар. Сендерге де көп жақсылық жасады ғой. Қандай жақсылық жаным-ау? Осы істі бірге бастадық. Дұрыс па? Осы істі бірге бастап, адамдарды бірге жалдадық. Компанияны бірге аштық. Соңғы қадам қалған кезде бізді лақтырып кетті. Мұна алманың бәрі мен тасиын ба енді? Сабын? Анандай көлікке біздің алма сия ма? Білмеймін. Бізге келді ма? Не ағып тұрсыңдар? Тасыңдар алман. Мен айттым ғой, Айбек бізді ешқашан еш жерде лақтырмайды деп. Кімге айтам, кімге... Жолды! Не ағып тұрсыңдар, сатыңдар алманы! Сенсіз мен жабырқау күйдімін, таусылып барады тағатым, сен аңсап сүйгенім, сен аңсап сүйгенім. Мен өмірде көптеген қателіктер жібердім. Бірақ бұл жол